Bugün Kigiler'in жаңылар APD-да Агробанк тарапынан қоралар менен көшпелі қабылдау болып өтеді. Ол көшпелі қабылдауда тикалық маңызды халықтың ішіне кіріп, бүгінгі күні банкымыз тарапынан жұмыслы қораларға, жұмыссыз қораларға өзін-өзі бәлт еткен халда қосымша дарамат табу үшін банкымыз тарапынан бір қанша продуктлар, яғни кредит мақсаттары істеп шығарылған. Солар бойынша түсінік береміз. Не болса, сұрай берсеңіз болады. Бүгінгі күнде біздер жұмыссыз қораларға бизнеске бірінші қадам, бизнеске көмек, мақала лайқасы 312 салық қарары менен президентіміздің кредитлер береміз. Яғни бұлар бірмен-бір айтып өтетін болсам, бизнеске бірінші қадам деген кредитіміз жұмыссыз қораларға өзін-өзі бәлт еткен халда 5 миллионға шейін пластик карта жасап береміз. Жылдық 25%-дан, ер адамдарға, айыл қыздарға 23%-дан. Мүддеті 1 жылға бизнеске көмектен кредитіміз бар. Бұл проценті айыл қыздарға 23, ер адамдарға 25%-дан. Onun müddeti 4 yıl müddeti verildi. Neyse summası 17 milyonga şeyin verildi. Keyin mahalla layıkası деген kreditimiz var. Olan жұмыссыз қораларға өзін-өзі бәлт еткен халда 5 жыл müddetке беріледі. Жылдық 25-23%-дан. Neyse максимал мөлдары 50 миллионға шейін. Бұлардың әммесі мақсатты істетіледі. Яғни сіз өзіңіз бәлт еткен халда үйіне қосымша дарамат табу үшін шаруашылық болсын, тігушілік болсын, істеп шығарамын, бір қызмет көрсетемін десеңіз, сол затларды аласыз, сол затлардан өзіңізге қосымша дарамат тауып, қожалығыңызға не қыласыз, ысақ есабында кіріп отыруға болады. Ондан кейін 312 салық қарарымыз бар президентіміздің. Бұл қандай болады? Алдына мәселен жұмыссыз болып, айда тадбиркарлықтан кредит алып, өзінің несін шаруашылық болсын, бір жерде істеп шығару, қызмет көрсету тарауын ашып, бүгінгі күнде несін тарау жұмыстың несін кеңейтемін дейтін болса, соларға 100 миллионға шейін неменен суғыртамен беріледі, 300 миллионға шейін, ар жаққа 300 миллионға шейін ликвидті мал-мүлік кредиттеріне беріледі. Яғни ликвидті мал-мүлік кредит деген здание болсын, техника болсын, машин болсын, соларды залогқа қойған алда 300 миллионға шейін алуға болады. Бұлардың мүддеті 7 жылға беріледі, 2 жыл имтиязды дәуірменен. Пайызы ер адамдарға 19%, аял қыздарға 17%-дан беріледі. Бұл біздердің ең ауыр худут болғаннан кейін пайызы ең аз пайыз біздердікі. 5-ші тайпа дейді біздер худут. Ауыр тайпа болғаннан бұлар ең арзан кредитлеріміз. Этап бойынша поясқа да қарайды ғой. Солар қарап беріледі.